Сәлем достар, сметана жасауға бізге ең бірінші ұн қажет болады. Және осы ұнымыздың үстіне разрыхлительді қосып бір араластырып аламыз. Кейін осының үстіне жұмсақтау майымызды саламыз. Осылай кесіп қойсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Кейін осындай крошка болғаннан кейін дұрыстап барлық майдың бәрін араластыратын боламыз. Осының үстіне қантымызды саламыз. Кейін тағы да бір араластырып аламыз. Екеуі бірігуі қажет. Осының үстіне бір жұмыртқамызды қосамыз және де қаймамызды қосамыз. Қаймағымыз бізде үлкен қасықпен қатты көп болмау керек. Және де осыларды біріккенше араластырамыз. Бәрі бірігіп, шамалы қолға жабысатындай қамыр болуы қажет. Неге бізде осындай қамыр шықты, қолға шамалы жабысыңқырайды. Және осымызды пакетке немесе пищевой пленкаға орап, холодильникке салып алатын боламыз. Сол кезде бізге жұмыс жасау ыңғайлырақ болады. Біздің қамырымыз холодильникте болғанда қаймағымызға қант немесе қант ұнтағын қосамыз, ванилин қоссаңыздар болады, және де 2 жұмыртқамызды осы жерге қосамыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Міне осындай болады қаймағымыз. Кейін тестімізді осылай формаға жайып алғаннан кейін ұнның көмегімен ортасына жаңағы қаймағымызды құямыз. Сіздердің қаймағыңыздың сапасы жақсы болу керек. Кейін қалауларыңызша шие салсаңыздар болады, яғни қатырылған болу керек. Мен шамалап салған болатынмын. Мінекей, осылай болады. Астарыңыз дәмді болсын.